Ислам тарихында имам Шафии, имам Ахмад, имам Бұхари секілді атақты ғалымдарды баршамыз білеміз. Негізінде имам Шафииді Шафии қылған, имам Ахмадты Ахмад қылған, Бұхариді Бұхари еткен оның аналары. Әсілінде отбасында әйел адамның, ананың рөлі өте жоғары, өте ұлы. Өйткені шын мәнісінде ислам тарихындағы ұлы тұлғаларды шығарған олардың аналары. Имам Шафии 2 жасында әкеден жетім қалады. Анасы жағдайы болмаса да сонау Палестина жерінен Меккеге алып келіп, 7 жасында Құран жаттатқызады. 10 жасында имам Маликтің Муаттасын, хадистер кітабын жаттатқызады. Имам Ахмад та 3 жасында әкеден жетім қалып, оның анасы күнде таңның алдында оятып, хадис мәжілісіне, хадис ғалымдарының сабақтарына күнделікті жіберіп отырған. Соның нәтижесінде осындай ұлы имамдар шықты. Имам Бұхаридің де анасы көзі көрмей қалған кезде Алладан жалбарынып, оның көз жанарын қайтуына себепші болады. Ананың дұғасы қабыл болады. Сондай-ақ Меккеге ертіп әкеліп, Меккедегі ұлы имамдардың алдында сабақ алуына мүмкіндік жасап, тіпті сол жерге қалдырып еліне өзі қайта оралған екен. Сондықтан ұлы тұлғаларды жасайтын отбасындағы аналар. Әке ол түзде үйдің нәпақасын табумен көбіне уақыт өткізсе, ана күнделікті баласының тәрбиесіне және оның тұлға болып, ғалым болып қалыптасуында оның орны, рөлі өте жоғары. Сондықтан құрметті аналар, құрметті біздің аяулы қыздарымыз ұрпақ тәрбиесінде, ұрпағымыздан ұлы тұлғалардың, ғалымдардың шығуына сіздер негізгі себепсіздер. Осыған мұқият болыңыздар.